Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет өкілдері Мәртөк ауданында іс-сапармен болды. Мониторингтік топ өкілдері аудандық маңызы бар күре жолдардағы жұмыс барысымен танысты. Қазіргі уақытта Шевченко Қызылжар және Мәртөк Дмитриевка Байторы-Сай тас жолдары орташа жөндеуден өтіп жатыр. Алайда жол сапасы мен жұмыс қарқыны көңіл көншітпей отыр. Толығырақ ауданға сапармен барған тілші тарқатады. Мәртөк ауданына арнайлап келген мониторингтік топ өкілдері алдымен аудан жұртшылығымен жүздесіп, ашық диалог жүргізді. Жиынға облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет департаменті басшысының бірінші орынбасары Алмат Мырзалиев пен антикор еріктілері қатысты. Олар жемқорлық фактісі жиі тіркелетін салаларды атап өтті. Басым көпшілігі білім мен мәдениет, медицинаға тиесілі. Былтырдың өзінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет өкілдері 500 миллион теңгеден астам қаржыны қазынаға қайтарған. Яғни бұл заңсыз сатып алынған заттардың қаржысы. Мұндай заңға қайшы әрекеттермен антикор еріктілері жиі ұшырасады. Мәселен, Ақтөбе қаласының бір мекемесі, қателеспесем, Дом культуры мәдениет үйі. Қала әкімінің кубогын ұйымдастыруға КВН-нан 20 миллион теңге бөліп отыр. Бір күндік КВН-ға. Енді мен деген қала әкімінің орынбасарына барып, ол сауалымды қоямын. 20 миллион теңге Дом культуры не істейін деп отыр? Сахна Дом культурынікі. Мамандар, режиссер солардікі. Не керек? Свет, аппаратура барлығы бар. 20 миллионды қайтып қалай үнемдейсіңдер, қалай егересіңдер деп. Түсінен 1 миллионды призға берейік келген қатысқан командаларға. 19 миллионды не істейсіңдер деп. Дәл сондай сұрақтар сіздерде де туындаса, біз сияқты антикорға жолдайсыңдар. Олар әр жағынан деген өздері хат жазады да, нәтижесінде біз осындай сатып алуды тоқтаттық. Жиыннан соң мониторингтік топ өкілдері орташа жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатқан жол құрылысымен танысты. Бұл Мәртөк Дмитриевка Байторы-Сай Полтавка тас жолы. Қазір мұнда орташа жөндеу жүргізіліп жатыр. Мемлекеттік тапсырыс аясында қолға алынған істі Мердігер Астана Дұрыстрой жеке шектеулі серіктестігі жүзеге асырады. Алайда мұндағы жұмыс қарқыны көңіл көншітпейді. Өйткені асфальт жабындысына қажетті қиыршық тасты 30% ғана төселген. Мердігер компания өкілдерінің уәжі қолайсыз ауа райы мен жүк көліктерінің өтуі жолды жөндеуге кедергі келтіріп тұр дейді. Бұл жолдағы орташа жөндеу қарашаға дейін аяқталуы тиіс. Мониторингтік топ мердігер компания өкілдерімен тілдесу барысында жол құрылысының жобалық сметалық құжаттары әу баста дұрыс жоспарланбаған деп отыр. Ал мердігер мекеме болса, бұл олқылықтардың орнын толтырып, межелі уақытында жолды тапсырамыз дейді. 3,5 километрдей основания дайын тұр. Асфальтқа планируем уже келесі аптадан, осы аптадан бұйырса планируем асфальтирование вот этого данного участка. Готово. 3 километра 500 мы уже приготовили. Мәртөк Дмитриевка Байторы-Сай Полтавка тас жолының 0,15 шақырымын жөндеуді өз мойнына алған мердігер мекеме Геопроектстрой жеке шектеулі серіктестігі. Мұнда да жолдың сазы шыққан ойдым жолдардан көз сүрінеді. Қазір кезде 13 шақырым 200 метр шақырым жолымыз асфальттап основаниеміз бітті. Қалғаны 1,8 шақырым. Осы жолдарды август айының соңына дейін бітіруге ниеттенеміз. Қазір кезде бір жоба бойынша нюанстар пайда болып жатыр, соны шешудеміз. 0,15 шақырым, содан кейінгілер шықты. Соның арасында техникалар жүріп, жолда бір бұзылған жерлері болған. Сол дефектерді қазір қалпына келтіруге еттеп тапсыруға ниеттенеміз. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет өкілдері бұл тас жолдарды өз назарына алады. Ал антикор еріктілері мердігер компанияның келтірген уәждерімен келіспейді. Оған енді мен келіспеймін, өйткені ол жерде біріншіден жаңағы трамбовка жоқ, жолды деген технадзор айтуы бойынша қайтадан жасап, кесіп, бонусы бәрін қайтадан жасаймыз деп өздері уәде берді. Жалпы енді жасап болғаннан кейін күзге қарай қайтадан тексеретін боламыз. Сол кезде тексеріп, объектіні тапсырған кезде, сол кезде осы антикор волонтерлармен, яғни қоғамдық кеңестің мүшелерімен бірге жүріп, осы бәрін қабылдайтын боламыз. Айта кететін жайт, мердігер мекемелер тас жолдағы жөндеуді күзге дейін аяқтауы тиіс. Ботагөз Хитшанова, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.